ойлаймын, бұл біз жалпы негізі жастарымызды бастапқы ілімді елде беріп, мысалы өзіміз жол көрсетіп жіберсек, ол шәкірттерден жаңағы шетелден бір жатағынға еріп кету қаупі бар деген ойда болмауымыз керек. Ал енді жаңадай ешқандай бір ортадан білім алмай өз бетімен кетіп қалатын болса, әрине ол жастардың басқа бағытқа түсіп кету қаупі әбден бар деп айта аламыз. Сонда мен ойлаймын, бұл шетелге жастарды діни білім алуға жіберуді ол түбегейлі тоқтату емес, оны жаңағы сұрыптаған дұрыс секілді. Сол кезде біз жаңағыдай мынау басқа салаларды оқытып шетелден болашақ бағдарламамен алып жатқанымыз секілді, біз де сол діни мамандарды, кейбір кадрларды шетелден оқытып алғандығымыз ол біз үшін тиімді деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жаңағыдай шетелден діни білім алуды түбегейлі тоқтату, болдырмау деген нәрсе ол дұрыс емес деп санаймын.